Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте оңай, құрамы қарапайым, үйдегі бар азық-түліктерден жасалынатын өте дәмді, бір шайда желініп кететін пирог дайындаймын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарамыз, оның үстіне қант салып араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Немесе сары майды толық ерітіп құйсаңыз да болады. Барлығын араластырамыз. Енді електегі ұнды електен өткізіп қосамыз. Одан кейін бір шай қасық қамыр қопсытқыш салып араластырамыз. Басында осындай шанышқымен араластырамыз. Одан кейін бірге бастаған соң қолымызбен илейміз. Бізде мұнда жұп-жұмсақ қамыр болып шығады. Енді қамырды алып, осылай бірден үстелдің үстіне қойып, сопақша форма жасап аламыз. Одан кейін екі бөлікке бөлеміз. Біреусін үлкендеу, екіншісін кіші етіп бөлеміз. Яғни 70-30 ғып бөлсек болады. Одан кейін үлкен қамырды алып, кішкене ұн себеміз. Одан кейін оқтаумен жаямыз. Қатты жұқа емес, қалың емес, 3-4 мм болатындай етіп жайып аламыз. Енді қамырды алып формаға орналастырамыз. Осылай жан-жағын жапсырып, бортик жасап аламыз. Қатты қалың етіп жасаудың қажеті жоқ. Артық қамырларды алып, жаңағы екінші қамырымызға қосамыз. Енді үйдегі бар тосапты, яғни вареньені ортасына құямыз. Менде мұнда өріктен жасалған джем. Негізі кішкене қоюлау тосапты пайдаланған жақсы. Барлық жағына біркелкі етіп жағып аламыз. Одан кейін жаңағы екінші қамырымызды дәл солай етіп, кішкене ұн сеуіп, жайып аламыз. Енді пышақпен немесе арнайы осындай кескішпен жолақша етіп кесіп аламыз. Жіңішкелеу етіп кескен дұрыс, себебі пирог әдемі көрінетін болады. Енді алып, осылай видеодағыдай қойып, пирогтың үстіне жан-жағын жапсырып шығамыз. Барлық құрамын, мөлшерін мен осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Құрметті көрермендер, егер сіз каналға тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Себебі менің каналымда өте қарапайым, оңай жасалынатын, бір жасағаннан шығатын қарапайым рецепттер жиынтығы бар. Енді жұмыртқаның сарысын осылай бетіне жағып аламыз. Әдемі қызарып пісу үшін. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Пирогымыз пісті. Енді суытамыз. Суығаннан кейін формадан аламыз. Осылай пышақпен жан-жағын ажыратып, одан соң формадан шешеміз. Бетін қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Қант ұнтағымен немесе жеміс-жидектермен сәндеуге болады. Осымен біздің өте дәмді, қарапайым, бір жасағаннан дәмді болып шығатын пирогымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғаныңызға көп-көп рахмет. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді жаза кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған ол мекен. Астарыңыз дәмді болсын, қош сау болыңыздар.